Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Сабақтың тақырыбы отандық өнімді пайдаланамыз. Сабақтың мақсаты тақырып бойынша мәтінге жоспар құрып, әр тармақшаға қажетті негізгі және қосымша мәліметтерді жинақтап ұсыну, тірек схема, менталды карта, презентация. Мәтінді оқы, тапсырмаларды орында. 2017 жылдан бастап елімізде ауыл шаруашылығын дамытудың жаңа бағдарламасы қолға алынды. Қазақстан үкіметі агроөнеркәсіп кешенін дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған жаңа бағдарламасын бекітті. Бұл бағдарлама ауыл шаруашылығын ілгері дамытуға, кеңейтуге көмектеседі. Бағдарлама бойынша сиыр сауып, өздігінен пайда тауып жүрген шаруалар өзара бірігіп сүт қабылдау бекетін аша алады. Ал үкімет оған кеткен шығынның жартысын төлейді. Аталған бағыттың тағы бір өзгешелігі банкке кепілзат қоюдың қажеті жоқ. Бұл шаруалардың бәсекеге қабілеттігін күшейтеді. Ауыл шаруашылығы министрлігінің жоспарына сәйкес 5 жылдың ішінде республика бойынша 1000-ға жуық сүт кооперативі ашылады. Сөйтіп, қазақстандық маркамен шығатын сүт пен сүт өнімдерін барынша арттыру жоспарланған. Еліміздегі сүттің 80%-ын жеке қосалқы шаруалар өндіреді. Өнімнің басым бөлігі жекеменшіктің қолында. Кооперативке 3-4 адам емес, 20 адам бірігеді. Себебі кооперативтер туралы заң бойынша кооперативтегі адам саны 3-ден көп болуы керек. Дегенмен, бізге 20 адамның біріккені керек. Сосын кем дегенде 120 бас ірі қара болуы шарт. Осылайша, кооператив құрып, сүт қабылдау кәсібін бастауға болады. Мемлекет шығынның жартысын өтеп береді. Сүт қабылдау бекеті ашылғаннан кейін, ол жер шикізат салқындататын 2 тонналық контейнерлермен жабдықталады. Сөйтіп, сиырдың таңғы және кешкі уақытта сауғаннан сүттің бірнеше тоннасы жиналуы тиіс. Кооператив төрағасы ол тауарды сүт зауытына апарып тапсырады. Сосын адамдардың тізімін береді. Зауыт басшылығы тізім бойынша ақшаны сүт тапсырған адамдардың жеке есепшоттарына аударады. Ауыл халқының сүтті отандық зауыттарға тапсыруға деген ниетін күшейту үшін мемлекет әр литр үшін қосымша ақша төлейді. Тапсырма. Мәтін бойынша жоспар құр. Мәтін бойынша 10 сұрақ құра. Мәтінді кластерге түсір. Тапсырма бойынша дескрипторға назар аударайық. Мәтін бойынша жоспар құрады 2 балл. Мәтін бойынша 10 сұрақ құрайды 2 балл. Мәтінді кластерге түсіреді 1 балл. Жазылым тапсырмасы 10-шы тапсырма. Суретте берілген отандық өнімдер туралы жарнама дайында. Жарнамада ең керемет, әлемде жоқ, дәмі тіл үйіреді, барлығына ұнайды және тағы да басқа сөз тіркестерін пайдалан. Жазылым тапсырмасы бойынша дескрипторға назар аударайық. Сурет бойынша жарнама дайындайды 2 ұпай. Берілген сөз тіркестерін пайдаланады 2 ұпай. Жазу сауаттылығын сақтайды 1 ұпай. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар, оқушылар.